Сонымен 36,6 миллиард теңгеге сергек қойылатын болды. Жарты бағасына жасап беретіндер бар деп 2 күн дауласқан депутаттар ақыры арзан емес, қымбатын таңдапты. Пайдасыз, халықтың қалтасын қағат деп қырғын салғандар неге райынан тез қайтты екен. 36,6 миллиард теңгенің келісімін оп-оңай қолына түсірген Көркем Телекомның қандай құдіреті бар? Қазіргі таңда Көркем Телеком деген компаниямен договор құрылған. Ол Сергек групптың ішіне кіреді. 36,6 миллиард, оның ішіне 750 АПК дейді, аппаратный программный комплекс, и 8000 ОВН. Апатты азайтып қылмысты құртатын камералардың шығынын кім көтереді? Көркем Телеком өз қалтасынан қаржы бере ме, әлде қазынаға қол сала ма? Алғашқы баяндамада компания өз есебінен орнатады деп еді. Соған сенгіміз келді. Көңілдегі күдікті сейілтейін деп басқармаға барғанбыз. Ондағылар жергілікті бюджеттен береміз дейді ақшаны. Жергілікті бюджеттен бөлініп, қаржы қойылды. Сонда қалай, облыс әкімінің аппараты депутаттарды алдап жіберген бе? Бюджеттен бір тиын бермейміз дегенге сеніп бұл жобаны мақұлдаған ба мандаттылар? Түсінсем болмасын. Толықтай ақпаратты Telegram арнамыздан аласыз.